Yaşa Gülbahram. Oğul mu kız mı? Oğul mu? Erkeksen Gülbahram. Gülbahram bilasan, men senga 40 ta balq shashlik olib keldim. Nima? Shashlik eshga bo'lmaydi. O, mixoq sasat xotinlarga satasan, pul kerak, pul. Dal o'sha chog'da raddomning oldida qazoq ko'gamiz.Üşürgüsüm, bölgün bekbüdüğünün öyle. 12'si qo'z men. Xatni! Xotin! Qizma balama? Bala, ko'rsatchigan. Xabaringni nan chapsan, nanning asli kartoshka ursa, kartoshkadan balanda kuydirib beribdim-da be. Xo'sh ber. Çetin bir nersen var mı? Yekili böşke, birini laktırsa bir kalay. Alındı hürmetli konaklar, hazır biz sizlerge er gasırdın kelinlerinin yenelerine selam verin görsüdüm. Sondan karşılanızlar 19. gasırdın kelinleri. Selam verdik apa. Köp jasayın alayın. 20. gasır. Privet mama. Privet. Al endi 21. gasır. Selam verdik kelinden alayın. Köp jasangiz apa. Al endi hurmatli qizlar, quloqlaringizni oltingizga. Hozir biz sizlarga Arqalarning qizlarining kuyuga tiyuvini ko'rsatamiz. So'ngan qarshi olingizlar, Astana qalasining qizlarining kuyuga tiyuvi. Voy, qarindosh. Siz mаған kuyuga tiyasizmi? Sizde maşina var mı? 4 mashinam bor. Kvartira var mı? 5 kvartiram bor. Aylığınız qancha? 125 ming dollar. Tiyemanda ketdik. Al endi Taraz qalasi. Qalay. Arman. Man bayga deysinmi? Davay. Qaqa. Uyga Men de barasına ketdik unda. Al endi Shimkent qalasi. Hey! Tiyem. Voy. Al endi avul keşik көңілді демекші, avuldağı жаңадан түскен келін мен абысының арасындағы өсек. Қарсы алыңыздар. Selam ver если что. Selam aldık если что yok. Kelin ne болды келгенге bir hafta boyunca kaçak kirip жатсың ба? Ойбой, бірінші келін болып түскен кезде төрге шығарып берген ғой. Сөйтіп арадан бір апта өткен соң төрге қарамаған шай құйдырып қойса бола ма? Өзің қалайсың? Ойбай келін, сенің көрген күнің курортқа айналайын-ау. Менде күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ. Таң ата сағат 5-те тұрам, ана 4 жер жалмаңдап маған қарап тұрады. Оның сауам одан қайныңнен тұрады, оның чайын дайындап берем. Одан қайнатам тұрады, оның дәрет жуын дайындап берем. Одан қайын сіңімді білесің, баямайды, құдаямайды. Оны киіндіріп жуындырып сабағына жіберем. Одан қайнының бар, бабының атаңырды қыздармен қыдырып келеді. Оны киіндіріп жуындырып сабағына жіберем. Ана байымды білесің, жұмыс түске дейін ұйықтайды. Оны тұрғыз тамам берем. Өткенде жынданып кеттім. Енем жаға сута бе, енеден керек болатын болса ана сиырдың өзін сау бол деді. Атам айтты, мен үшін намаз оқып жүрсің бе, дәрет суыңды өзің қабылдап ал деді. Ана қайын сіңім айтты, байға кететін біздің содан алып құрмаған кеме деді. Ана қайыным айтты, қыздармен қыдырасың, сол қыздар сені киіндіріп жуындырып сабағына жіберді. Ана байымды орнынан тұрған, байым деді, менің істейтін тамағым саған ұнамай ма, өзің істеп ал деп айтайын десем, дұғым жетпейді осыған. Шапалақтарыңыз. Сіздерге Шайтарманның тілері деннің саулығын, дастарханның байлығын, Қазақ Телекомның бастығының айлығын берсін. Қандай аурудан жалсаңыздар да күлкі ауруынан өмір бақи жазылмаңыздар. Рахмет.